тығылмақ ойнайықшы? Жоға, сен мен ұнаған қызық емес. Сен тығыла алмайсың. Айтсам да, бұл жолы мені таппайтын боласыңдар. Балалар, тамақ жейміз. Мам, біз ойынды жаңа бастадық қой. Жақсы, 5 минуттарың бар. Көз алдымда жүріңдер. Жарайды. Менің тек соңынан ғана табар. Қайтып іздесе де. Көреміз әлі. Мен қуалайтын болмайыншы. Кім тығылып үлгерген жоқ, өзінен көрсін. Сұлу, қара, қандай алып кіріп? Қайда? Мен бе қайтадан? Қайда тығылсам екен? Көрініп тұрсам, жеңіске жетпеспін. Таптым сені. Жарайды, кеттік қарбышик. Тиманы әлі таппадым. Қалайша? Сен мені бірінші таптың ба сонда? Иә. Сима! Не болды, қызым? Мам, сіз тек уайымдамаңыз. Біз мұнда тығылмақ ойнап еді. Жоғалып кетті! Не? Мен сендерге көз алдында болыңдар деп едім ғой. Ой, түсетін уақыт келіп қалды ау. Қап, енді қалай түсемін? Қайтермін енді? Жаным, сұлу екеуің ана жерді қарап қайтыңдар. Лала, менмен жүр. Диманы қазір табамыз. Дима! Оны соңғы рет қай жерден көріп едіңдер? Анау жерде сияқты. Жарайды онда, мен тамақ жеп алайын. Қызым, алдымен Диманы тауып алайық, сосын бәріміз бірге жейміз. Дима, шықшы, менің қарным ашты. Дима, қайдасың? Ай. Дима, түс кәне? Жоқ. Мама мен папа сені іздеп жүр. Жақсы онда, сенің бөлмем бұдан былай менікі болады. Жоқ, тек бөлмем емес. Қойшы енді, ойнап айтамын. Кеттік, қарным ашты. Мен түсе алмай жатырмын. Көмектесші. Тоқта, қозғалма. Мен мама мен папаны шақырамын. Жоқ, тоқташы. Олар мен жазалайды ғой. Сені жазалайын деп тұрған ешкім жоқ. Жазалайды. Бөлмемді де алып қояды. Ойнап айттым дедім ғой. Сенбеймін саған. Қазір, қара. Мам, пап. Лала, Диманы таптың ба? Жоқ, бірақ тапсам сендер оны жазалайсыңдар ма? Жоқ, әрине. Біз оған бірдеңе болды ма деп уайымдап тұрмыз. Бәрінен де Дима табылса екен деп тілеп тұрмыз. Мам, пап, мен мұндамын. Дима? Қандай жағдай болмасын, біз саған көмекке келеміз, балам. Мам, менің бөлмемді ешкімге бермейсіңдер ғой, иә? Бермейміз, балам. Ең соңғы боп табады дедім ғой. Пап, не істеп жатырсың? Мен планкада тұрмын, балам. Планка деген не? Планка! Бұл жаттығу! Мам, маған мультфильм қойшы, өтінем. Маған қыздарды мектептен алып кету керек. Мүмкін папаларың қосса. Жаным, құдай үшін, Темірханға мультфильм қосшы! Дима, балам, анаңа көмектесіп ойыншықтарды жинай аласың ба? Мен қайтып келгенде міндетті түрде мультфильмдерді қосамын. Келістік пе? Әрине, анашым, сен үшін бәрін жасаймын. Жарайсың, Темірхан. Саған әрқашан сенуге болады. Бастайық.
мама риза болар. Ал егер енді дайын болды. Фу. Ой, маманың неге сонша шаршайтынын енді түсіндім. Мам, Сәлем інішім. мама қайда? Сұлу қайда? Мама дүкенге кетті. Ал Сұлу бақшада маңызды шаруасы бар деп айтты. Бұл бөлме неге сондай таза? Сен жинадың ба? Я, мама маған айтты. Лала, сен не істеп жатырсың? Маған портретті аяқтауым керек. Шабытым бар кезде. Жоқ! Неге айғайлайсың? Суретті басқа жерде сал, заттарыңды алып кет. Күні бойы осы жерде жинап едім. Жарайды. Ал балалар, папаларының көңілін бөлмеңдер. Жарай ма? Шетелдік әріптестеріммен маңызды кездесуім бар. Өй. Я, қазір 1 минут. Мяу. Мяу, мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Мяу, мяу, мяу. Мяу, мяу. Қалайсың, пап? Менің жинағаныма ешкіммен бермейді. Сұлу! Ой, Тима, саған текст туралы оқып берейін бе? Сұлу, сен диванда мұждың! Мен? Маманың өтінішін неге ешкім ойламайды? Не? Кешірші. Мен күні бойы жинап жүрдім, басқалары болса қайтадан шашып жатыр, жетер енді! Мен келдім. Мам! Сәлем, балам. Мам, қарашы, мен бәрін қалай жинадым? Тима, не деген жігітсің? Менің ойымша бұл жер ешқашанда осы сияқты таза болған жоқ. Себебі мен ойыншықтарды жинадым, шаңды сырттым, еденді жудым, және ешкімді кіргізбедім. Бәрі сен үшін, анашым. Балам, сен үйді мен үшін ғана жинаған жоқсың ғой, солай емес пе? Сен отбасымыз үйде жақсы және жайлы сезіну үшін жинадың. Біреу, шүбіреге келіңдерші. Тима? Пап, Лала, Сұлу, кешіріңдерші. Мен енді сендерді қумаймын. Тіпті сені де, Лала. Рахмет, балам. Үйді керемет жинап тастадың. Менің портретімнің суланбағанына жолым болды. Барлығымыз мультфильм көрейік пе? Алақай, мультфильмдер! Ал менің портретімді саласың ба? Иә, әрине. Мяу-мяу. Қайырлы күн, Санжар. Сұрайын деп едім. Таныстырылым дайын ба? Қалай дайын емес? Кездесу бүгін кешке ғой. Есепті кеше жіберуіңіз керек еді. Лала, қылғаламдарыңды ұмытпа. Алло. Жоқ, Санжар, сізге айтпаймын. Жоқ, сурет салу үйірмесі жоспарда жоқ. Мама, арқа қабымды көрмедің бе? Жоғарыдан қарадың ба? Онда жоқ! Өтінем, тездетіңізші. Демек ол ас үйде. Дұрыс! Балам, саған жатып демалу керек. Бірақ, мам, зерігіп кеттім. Мен жазылып кеттім. Балам, барып жата қойшы. Жақсы, қыздарды мектепке апарып, таныстырылымды аяқтап, кездесуге үлгеру керек. Сосын. Кешкі ас! Оны қашан? Алло? Жоқ, Жанел, ешқандай арт үйірме болмайды. Мама, бұл күртешені жек көрем. Қызғылт түсті керек. Кетуің керек. Лала, ол қыстық күртеше ғой, ыстықтайсың. Тима, әлі осында жүрсің бе? Қыздар, шығамыз. Қатты кешігіп барамыз. Жаным? Уайымдама, жаным. Темірханды өзім жатқызам. Бара беріңдер. Рахмет. Кешкі асты келген бойда әзірлейм. Көріскенше. Ал, Темірхан, енді екеуміз ғана қалдық па? Аура беріп шаршадың ба? Қонақ бөлмесіне жатқызайын ба? Папа, ал... Темірхан,
не болды? Папа, ішім пысты, ойнайықшы. Кейінірек ойнайық, балам. Кешкі ас дайындайын. Айтпақшы, сен әлі түскі асыңды ішкен жоқсың ғой. Сүйікті ыдысымыз қайда екен? Апшы! Басқа ыдысқа құйып берейін. Папа, ойнайықшы. Темірхан, әлі салат жасап, сосын компот жасайтын алмаларды сұрыптауым керек. Ал сен жатып демал. Мәне, енді дұрыс болды. Демала ғой. Жарайды, қасымда отыра тұрсаң болады. Бірақ әлсіреп кетсең, бірден төстегіңе барып жатасың. Келістік пе? Келістік! Тамаша. Папа, мұны не үшін істеп жатырсың? Көкөністер өте пайдалы. Жоқ, не үшін кешкі ас әзірлеп жатырсың? Мамам келген соң пісірем деді ғой? Енді бүгін кешкі асызақ мамаңның шаруалары шаш етектен. Сондықтан өзім пісіре салайын дедім. Түсінесің бе? Жоқ, бүгін тамақ пісіретін маманың кезегі. Оған қоса ол тамақ істегенді ұнатады ғой. Біз ойнай берсек болар еді. Енді білесің бе, өткен аптада атаң мен әжеңе азық-түлік апарып беруім керек еді. Ал мен жұмыстан босай алмай қалдым. Сол кезде мамаң менің орныма барып, оған қоса әжеңнің сүйікті тортын да ала барыпты. Мамаларыңа қатты риза болдым. Себебі мен баршы деп өтінген де жоқпын. Өзі ұсынды. Кейде мамаң маған көмектеседі, кейде мен оған көмектесем. Осылайша бір-бірімізге қамқор боламыз. Түсінесің бе? Әңгімеге кірісіп кетіппіз ғой. Салат дайын. Алма сұрыптау ғана қалды. Сосын ойнай берсек болады. Алақай! Папа, бетің қызарып кетіпті ғой? Ас үйде көп жұмыс істеп қойған шығармын. Қазір сәл демалып алам да, қалған шаруаны бітірем. 1 минут қана. Біз келдік. Алма! Жігіттер, қалайсыңдар? Қазір демімді басып алайын, сосын тез-ақ бірдеңе пісіріп жіберем. Алтай, саған не болды? Көп жұмыс істеп қойған сияқтымын. Апшы! Сау бол! Папа, білесің бе? Қосымша сабақ кезінде ойнап жүргенде күртешем жыртылып қалды. Рагу ма? Салат та бар екен. Кешкі ас дайындап қойдыңдар ма? Алманы да сұрыптап қойдық. Ой, жандарым-ау, сендерге алғысым шексіз. Қазір температураңды өлшеген соң, кешкі асымызды ішеміз. Сен болмасаң үлгере алмас едім, Темірхан. Рахмет. Оқасы жоқ, әкешім. Қамқор болғым келді. Апшы! Қыздар, қылқалам мен қағаз бере тұрыңдаршы. 1 секунд. Оны қайтесің? Бүгін бірінші сабақ болады. Қажетті нәрсенің бәрін алдым. 1 жүк көлік, 1 әліппе, 1 жуынатын жөке, сосын 1 ажыратылмалы кілт. Ажыратылмалы кілт? Керемет, Тима. Оқу деген тамаша ғой. Қаншама жаңа нәрсе үйренесің? Сурет салу үйірмемді жақсы көрем. Кейде 3 сағат бойы сурет саламыз. Қанша? Өте көп сағат сияқты естіледі екен. Лала, Тиманы қорқытпа. Біздің жылдам оқу сабағымызда керісінше бәрі өте тез. Мұғалім сіріңке жағады. Ол жаны бітпегенше кітаптың 1 бетін оқып аяқтауымыз керек. 1 бетін бе? Тима, қорықпа. Саған ұнайды. Жаңа дос табасың. Бастысы олардың арасында сотқар балалар болмаса болды. Сотқар балалар? Тима, балақай, қазір шығамыз, қайдасың? Мен жоқпын. Қыздар, Тиманы көрмедіңдер ме? Жаным? Анашым, ешқайда бармай-ақ қойсақ бола ма? Балам, не болды? Санауды үйренгің келіп жүреді ғой. Соншалықты қиын болатын айтқан жоқсың. Мама, шамам жетпейді ғой. Қыздар, Ештеңе естіген жоқпын. Әдейі. Тима, қиындықтарға қарамастан бізге сабақ оқыған ұнайды деп айтқымыз келген. Бәрін өзің түсінесің. 1 рет барып көрші. менде бір ой бар. Қане, мектеп ойнайық. Тима, сабақ деген мүлде қорқынышты емес. Қазір көресің.
Папа, сен де ойнайсың ба? Иә, қазір жұмысымды аяқтап тастайын. Ал Или апай сабақты бастай берсін. Ол кім? Мамамыздың аты сондай. Рахмет, сұлу. Сонымен бірінші тапсырма. Үстелде қандай заттар тұрғанын кім айтып бергісі келеді? Или апай, мен айтсам бола ма? Тима, Мамама барғым келеді. жаным, мен мамаңмын ғой. Бұл жай ойын. Сұлу, Алдымызда жүк көлік, текше, динозавр және ойыншық телефон бар. сонымен барлығы неше зат болды? 4. Тамаша. Ал енді қолыма мұқият қараңдар. Ей, Лала, мен бәрін көріп тұрмын. Олай істеме. Анашым, бұл өмір мектебі ғой. Тимамен бірге соткар бала оқыса ше. Онда ол сотқар баламен сабақтан кейін сөйлесем. Сонымен бәрің дайынсыңдар ма? Тима, папасы? Иә, дайынмын. Сұлу, әлі ерте қызым. Сонымен, енді үстелде неше ойыншық болды? Лала, Сабақ қашан бітеді? аз қалды. Тағы біреу жауап бергісі келетін шығар? Папасы? Сұлу, Жеті. Үстелде 7 ойыншықтар. ақылдым сол. Тағы бір тапсырма орындап көреміз бе? Қалай ойлайсың? Не істеуіміз керек? Білмейм, бәлкім жылдамдығымызды тексеретін шығар. Компьютерді кім бірінші жеп алса, сол жеңімі. Бастысы кәмпиттерді жемеңдер. Олар әлі керек болады. Екінші тапсырма. Парталарында неше кәмпит бар? Тима, білмеймін. бәлкім папаларың көмектесер. Иә, тамаша бағыт. Папам сабақ үстінде телефонмен сөйлесіп отыр. Сұлу, Су іштем бола ма? Рахмет. Тима, жаным, бар үміт сенде. Үстеліңде неше кәмпит бар? 7 ме? Солай ма? Мұнда 3 кәмпит пе? Бәрекелді. Жарайсың, Тима. Бірақ енді ойыңды жинақтау керек, жаным. Мен тағы 2 кәмпит қосам. Енді қаншау болды? Не үйреткенімізді есіне түсір. Біз оған ештеңе үйреткен жоқпыз ғой. 5 ме? Дұрыс жауап бердің. Тима, жарайсың. Үстеліңде тура 5 кәмпит бар. Енді кәмпиттерді жей берсең болады. Сабақ үшін бәріңе рахмет. Тамаша жұмыс істедіңдер. Әсіресе папамыз. Тима, сабаққа кеттік пе? Иә. Қазір арқа қабымды алып алайын. 5 секунд. Жұмысымды бітірдім. Қай жерден тоқтадық? Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!